Қияр тұздауға кірісіп кеттім. Бұл жерде ең алдымен оларды жуып тазалап, екі шетін кесіп алдым. Және қияр тұздауға қажетті аскөк, укроп, қарабұрыш, сарымсақ, лавр жапырағын алдым. Және қиярды тұздайтын банкаларда буланып дайын тұр. Ал енді бісміллә деп бастайын. Банкалардың түбіне 2-3 бастан сарымсақ салып шығамын. Лавр жапырағын саламын. Әр банкаға 5-6-дан қара дөмелек бұрыш, кішірек қызыл бұрыштан саламын. Әр банкаға 1 зонтик укроп. Банкаларды тығыздап салып алдым. Енді үстіне қайнаған ыстық су құямын. Осы құйылған сумен 15 минутқа қалдырып, кейін төгіп тастаймын. Енді рассолын дайындаймын. Бұл жерде 5 литр қайнаған су, осыған 10 қасық тұз саламын. Ас қасықты кәдімгідей толтырып саламын. 10. Және 5 қасық толтырып қант саламын. Бәрін жақсылап араластырып, отқа қойып 5 минут қайнатып аламын. Тұздық дайын. Енді банкаларға құя беремін.